21 жасымда мені миллионер еткен 5 привычка. Бұл привычкалар мен 3 жыл бойы қолданып келе жатырмын. 3 жыл бойға менің компаниямның өсуіне, өзімнің жеке доходымның өсуіне, энергиямның көп болуына, және де ең бастысы менің бақытты болуыма өте қатты көмектескен. Жалпы ғалымдардың айту бойынша біздің өміріміздің 95% уақытын біз өзіміздің әдеттеріміз арқылы өмір сүреді екенбіз. Яғни осознанно емес, ойлау емес, жай ғана күнделікті жасайтын әдеттеріміз арқылы өмір сүреді екенбіз. Сол үшін де егер де әдеттеріңізді түзейтін болсаңыздар, міндетті түрде сіздердің де өмірлеріңіз түзелетін болады. Менің есімім Еркебұлан, Абройвоч компаниясының есімін. Қазіргі таңда компаниямыздың оценкасы $1 миллион асады. Егер де сізде қазір өміріңізде қиындықтар болып жатса, энергияңыз болмай, шаршап, апатияда жүретін болсаңыз, бұл видео сізге арналған. Және де бұл видеоны көріп, міндетті түрде іс-әрекетке көшіңіз, себебі жай ғана видеоны көріп, білімді алып, оны жасамау, ол ешқандай пайдасы тимейді адамға. Сол үшін де бірінші кезекте бірден әрекетке көшу. Ал кеттік. Мені миллионер еткен ең бірінші привычка ол энергияны басқара алу. Неге энергияны басқару өте маңызды? Себебі біздің өміріміз тек қана энергиядан тұрады. Мысалы, көп адам айтады да, план құрады, жоспар құрады бір күнге. Көп список жұмыстарын жазып қояды. Бірақ та бүйтіп ортасына келген кезде ары қарай жасауға оның энергиясы жетіспейді. Яғни шаршап қалады да. Одан не істейді ол? Дейді да, соза береді. Қалған задачалар орындалмай қалады. Яғни бұл адам үлкен қателік жасады. Себебі ол көп задачаны бір күнге тықты. Адамның энергиясы шектеулі болғандықтан ол жартысын ғана орындай алады. Қалғанын орындаса да тиімсіз орындайды. Яғни некачественно жасайды. Сол үшін де біз тек қана уақыттың есебімен ғана ойланбауымыз керек. Біз энергияны да есебімен ойлануымыз қажет. Енді энергияны алып кететін бізде 3 зат бар. Ең біріншісі ол проблемалар, қарыздар, артық жүктер. Мысалы, көп адамдар тек қана күні бойы жүреді, қарыздарын ойлай береді, кредиттарын ойлай береді, белгілі бір компанияларындағы жұмысындағы проблеманы ойлай береді, бірақ шешпейді. Яғни жүре береді, анау ойым, ана проблема, оның энергиясын жұта береді и белгілі бір уақытта адам шаршап қалады. Ешқандай жұмыс жасамады вроде, бірақ та шаршап қалды. Яғни бұл дұрыс емес. Сол үшін де бүкіл проблемаларды, бүкіл уайымды бірінші кезекте біз жоюымыз керек. Екінші проблема ол орта. Мысалы, көп адамдар жұмысына барған кезде, немесе бір автобуста тұрған кезде, немесе бір өмірде кездескен, сөйлескен адамдардың барлығы андай негативный адамдар болады да. Мысалы, өмір жаман, ақша жоқ, мемлекет жаман, яғни сондай ауыр убеждениялармен өмір сүретін адамдар, сондайлардың ортасында өмір сүреді. Енді сен ондай адамдардың ортасында өмір сүрген кезде, сенің энергияң бітпей, кімнің энергиясы бітеді? Амал жоқ, сен энергияң кетіп қалады, сол адамдар сорып алады да. Сол үшін де осындай негативный энергияны соратын адамдармен біз ешқалай араласпауымыз керек. Үшінші көп энергияны жейтін зат ол шүкірсіздік. Көп адамдар шүкіршілік деген затты білмейді да. Мысалға, оның аяқ қолы, денесі сау. Ода барлығы бар, жеткілікті, яғни тірі өмір сүріп жүр, тамағы бар, киімі бар. Бірақ та адамдар өзінің қазіргі сүріп жатқан өміріне риза емес. Яғни олар шүкірсіз, яғни Аллах тағала берген дүниеге, Аллах тағала берген денсаулыққа олар ризашылық етпейді да. Яғни менің ойымша, адам егер ризашылдығы кетіп қалса, оның бірден энергиясы азайып бастайды. Сол үшін де қандай жағдайда өмір сүрсеңіз де, бірінші кезекте шүкіршіл болуларыңыз керек. Сол кезде сіздің энергияңыз өте қатты көбейеді. Соның арқасында сіздер финансовый успех тез келеді сізге. Сол үшін де үшінші зат, біз шүкіршілікке қатты мән беруіміз керек. Естеріңізде болсын, энергияны қайдан алам деген сұраққа емес, керісінше өзіңізде бар энергия қай жаққа кетіп жатыр деген сұраққа жауап беретін болсаңыз, сіздің энергияңыз көп болып жүреді. Сол үшін де бүкіл проблема, уайым, қарыз, жаман адамдар барлығынан құтылып, тек қана өзіміздің ішіміздегі энергияны сақтауымыз қажет. Екінші привычка ол пландау. Негізі мен көп байқағаным, бай адамдар, жағдайы жақсы, финансовый жағдайы күшті адамдардың барлығы олар пландайды. Яғни олар тупо жүре бермейді да. Яғни өмірінің стратегиясы болады. Мысалға, 5 жылдан кейін мен не істеймін? Яғни қазіргі әрекетім менің 5 жылдан кейін әрекетіме әсері бар ма? 1 жылдан кейін не істеймін? Бір айда мен қандай нәтижеге қол жеткіземін? Қандай әрекеттер жасаймын? Яғни нақты жоспары, нақты планы, нақты мақсаты бар да. Сол үшін егер де сіз қазір өміріңізде ешқандай мақсатсыз, ешқандай плансыз, өмірдің ағыны мені қай жаққа апарады, сол жаққа барам деп жүрсеңіз, сіз өте үлкен қателік жасап жатсыз. Сол үшін де біз әрбір күнімізді, әрбір аптамызды, әрбір айымызды, әрбір жылымызды біз пландауымыз керек. Мақсат қойымыз керек. Сол мақсатқа жету жолында қандай әрекеттер жасаймыз, соны детально жазып шығуымыз қажет. Енді қалай пландаймыз? Жалпы мен қалай пландаймын? Негізі көп адамдар мақсат қойған кезде, план құрған кезде үлкен мақсат, үлкен план құрып алады. Бірақ та бұл зат
мен ойымша адамды тоқтатып қояды, керісінше бір орында қалдырып қояды да. Себебі сен мақсатың қатты үлкен болса, сен неден бастарыңды білмейсің. Мына жақтан қарайсың, мына жақтан қарайсың, яғни қай ракурстан жұмыс жасап бастайтыныңды білмейсің. Сол үшін де бірінші кезекте мақсатың болса үлкен, соны жіліктеу керек та. Кішкентай мақсаттарға бөлу керек. Например, Инстаграмға подписчик жинау, 10 мың подписчик. Бірден 10 мың подписчик деп мақсат қойсаң, скорее всего сен жетпейсің. Видео түсіресің, бір аптадан кейін подписчик келмегеннен кейін тастап кетесің. Ал егер де қазір подписчигің 500 немесе 200 болса, мақсат 1000-ға жеткізу. Яғни сен осы бір ай бойы 1000 подписчикқа жеткізуге жұмыс жасайсың. Сол сен миың сенеді да ол затқа, оңай болады. Дальше сен 1000-нан кейін 2000, 3000, яғни кішкентай мақсаттар қою арқылы адам өзінің нәтижесіне жете алады. Бұл жерде ең бастысы ол тез жетуде емес та, ең бастысы ол тастап кетпеу. Яғни бір істі бастасаң, оны тастап кетпеу. Сол үшін де мақсат қойған кезде, кішкентай мақсат, план құрған кезде, кішкентай ғана жоспарлар құрсақ, біз әлдеқайда энергиямыз көп болады. Яғни әлдеқайда біз жету вероятності, жету шансы бізде қатты көбейеді. Сол үшін де мақсатты кішкентай қоюымыз қажет. Мені миллионер еткен үшінші привычка ол білім алу. Көп адамдар білім алмайды да. Мысалы, мектепте оқиды, білім алады, университетте білім алады, одан кейін вообще білім алмайды. Жүре береді. Осы жетеді маған өміріме дейін деп. Бірақ менің ойымша, кез келген бай, кез келген успешный адам ол күнде білім алады, күнде. Мысалы, күнде кітап оқиды, күнде подкасттар көреді, күнде мотивационный видеолар көреді. Яғни мен өзім жеке күнде осы заттарды істеймін. Мысалы, ұйқыдан тұрдым, бірінші кезекте не істеймін мен? Либо кітап оқимын, немесе ютубтан мотивационный видеолар көремін, немесе белгілі бір миллиардердің историясын, белгілі бір миллиардердің подкастын көремін. Яғни мен осыны көру арқылы миымды азықтандырамын. Негізі біздің миымыз ол не сияқты ғой? Асқазанымыз сияқты да. Егер де біз тамақ ішпейтін болсақ, біздің қарнымыз ашады, энергиямыз бітіп, шаршап бастаймыз ғой. Тура сол сияқты біздің миымызда асқазан сияқты жұмыс жасайды да. Егер де біз бұл жаққа пайдалы информация бермесек, пайдалы азық бермейтін болсақ, ол қиналып бастайды, қарны ашып бастайды. Сөйтеді да, ол негатив, жаңа қиындықтар, проблемалар, яғни өмірдің жаман жағына, негативный жағына ауысып бастайды миымыз автоматты түрде. Сол үшін де біз не істейміз? Күнде, яғни 2 күнде бір емес, 3 күнде бір емес, күн сайын миымызды азықтандыруымыз қажет. Және де миын азықтандырмайтын адамдардан байқағаным, олар бәрін білем деп ойлайды. Мен өмір жайлы да бәрін білем, бір бизнес жайлы да бәрін білем. Жүріп қойғам деген сияқты миында убеждениялар болады да. Бірақ та адам, мен ойымша, мен білмеймін, мен аз білем деген оймен өмір сүретін болса, оның білім алуы ешқалай тоқтамайды. Негізі біздің өмірімізде бір орында тұру деген понятие жоқ та. Сен бүйтіп бір орында нольда тұра беру деген жоқ. Сен өсесің білім алу арқылы, немесе сен күнде минусқа кете бересің. Ол білінбейді. Яғни бір жарты жылдан кейін, может быть 7-8 айдан кейін сен уже минуста, сен қарызда, сен проблемада екеніңді 7-8 айдан кейін ғана білесің. Яғни бұл бастапқы кезде уже минусқа кетіп жатқан процесс болған. Сол үшін де білім алуымызды ешқашан тоқтатпауымыз қажет. 4-ші привычка ол серуендеу. Яғни көп адамдар серуендемейді, өз-өзімен жеке қалмайды. Серуендеген кезде дұрыстап серуендеу керек. Яғни белгілі бір сұрақтарды и белгілі бір жауаптарды алуымыз қажет. Бұны мен кайдзен час деп атаймын. Яғни мен күнде 1 сағат ұйқыдан тұрғаннан кейін, немесе кешке қарай, яғни уақытым, ыңғайым қай уақытта келеді, күнде 1 сағат серуендеймін. Серуендеген кезде жалғыз өзім жүремін 1 сағат бойы и өзіме сұрақ қойып бастаймын. Біріншісі, мен қайда бара жатырмын? Мен қазір қай жерде тұрмын? Мысалы, точка А. Мысалы, Еркебұлан осындай доходы бар, осындай бір белгілі бір өзінің жетістіктері бар и белгілі бір задачаларды шешу керек. Точка Б. Мен қай жерде болғым келеді? Мысалы, менде Қазақстанға танымал кәсіпкер, бизнес-блогер және ютубымда 100 000 подписчик болған қалаймын. Яғни осындай точка Б-ме ойланамын. Енді өзіме сұрақ қоямын. Мен точка Б-ға жету үшін мен қандай әрекеттер жасауым керек? Яғни мен ойлану процесінде бүкіл әрекеттерім, бүкіл стратегияларым, бүкіл идеяларым пайда болады да. Сол үшін де күн сайын, күнде сіздер серуенделеріңіз қажет. Егер де серуендемей өздеріңізбен жеке қалмайтын болсаңыздар, сізге мықты идея келмейді. Менің ойымша, кез келген біздің миымыздағы психологиялық проблемалар болсын, сыртқы проблемалар болсын, соның шешімі өзіміздің ішімізде бар. Себебі менің ойымша, Құдай бізді жаратқан кезде бізге барлық жеткілікті дүниемен жаратқанда организмімізді. Сол үшін де күнде 1 сағат серуендеуіміз қажет. 5-ші привычка ол ерте тұру, немесе прям бір пайдалы қиын тренировкаға бару деген сияқты зат емес.
ол өте қарапайым. Ол ұйқыдан тұрған кезде жай ғана ақшаны ойлау. Яғни қалай ақша тапсам болады, қалай доходымды өсірсем болады, немен айналыссам болады. Яғни ұйқыдан тұрдыңыз, бірден ақшаны ойлайсыз. Күнде. Мысалы менде өзім байқадым да, бұл затқа мен біреуден үйреніп, әдейі келмедім. Өзім кәсіп жолында жүргендіктен байқағаным, күнде мен ұйқыдан тұрған кезде ақшаны ойлайды екенмін. Яғни бүгін доходымды қалай өсірсем болады, бүгін не жасасам болады деп. Соның арқасында қазір мен тез өсіп келе жатырмын. Әлі де өсетін боламыз, Құдай қаласа. Сіздерге де айтатын кеңесім, ол күнде ұйқыдан тұрған кезде бірден телефон ұстамай, немесе бірден бір негатив ойламай, просто бүйтіп тұрған кезде мен отырамын и жан-жағыма қараймын да ақшаны ойлаймын бірден. Бүгін мен қалай ақша тапсам болады, қалай доходымды өсірсем болады. Яғни бұл зат қалай екенін білмеймін, бірақ та маған көмектеседі. Әрқашан көмектеседі. Ұйқыдан тұрған кезде тоже менің кәсібімде, бизнесімде өте мықты идеялар келеді. Сол үшін де күнде ұйқыдан тұрған кезде ақшаны ойлауларыңыз қажет. Жалпы бұл менің өмірімде күнде қолданатын 5 привычка. Бұны бүйтіп интернетте немесе бір кітаптан, бір Википедиядан алған жоқпын. Бұны мен өзімнің өмірімнен алдым. Яғни мені өсіріп жатқан қандай әрекеттер, қандай әдеттер десеңіздер, осы әдеттерді мен өзіме сенімді түрде айта аламын. Сол үшін де егер де кәсіпте, өмірде бақытты болуларыңыз келсе, стресстарыңыз аз болған қаласаңыздар, осы 5 привычканы күнде жасауыңыз қажет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі роликта кездескенше.